Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Хорошо. Бүгінгі вебинарымызға қош келдіңіздер. Сіз өзімді таныстырып өтейін. Есімім Сияқбаева Гаухар Арыстанбековна, педагогикалық шеберлік орталығының Қызылорда қаласының филиалының аға менеджерімін. Және мен бүгінгі біздің әріптесіміз Алдамжарова Жаңагүл, нөмірі 3-ші IT мектеп лицейінің информатика пәнінің мұғалімі. Ол Жаңагүл әріптесіміз бүгінгі тақырыбымыз бойынша өзінің тәжірибесімен бөлісетін болады. Жалпы бұл семинарлар, вебинарлар өзінің жалғасын табуда. Бүгінгі вебинарымыздың мақсаты жалпы тақырыбы қашықтан оқыту жағдайында информатика пәні бойынша жиынтық бағалауды ұйымдастыру және өткізу ерекшеліктері. Әр пәннің өзін білесіздер, өзінің спецификалық ерекшеліктері бар. Осы ерекшеліктерін сақтай отырып, қашықтан оқыту жағдайында тиімді осы жиынтық бағалауды өткізу және ұйымдастыру бойынша өз тәжірибесімен бөлісетін болады. Жалпы бүгінгі вебинарымыздың мақсаты мұғалімдерге қашықтан оқыту жағдайында жиынтық бағалауды ұйымдастыру мен өткізу бойынша әдістемелік қолдау көрсету. Келесі сөз кезегін әріптесіме берем, Жаңагүл. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Вебинарымызды бастайық. Енді Білім және ғылым министрлігінің 2020 жылғы 8 сәуіріндегі нөмірі 35-ші бұйрығының 2-ші қосымшасына тоқтала кетсек, онда бірінші бөлім үшін жиынтық бағалау және 90-дық жиынтық бағалауды өткізуге дайындық. Онда аптасына жүктемесі 2 және одан артық сағатты құрайтын оқу пәндері бойынша бір бөлім бойынша жиынтық бағалау және бір 90-дық жиынтық бойынша бағалау жүргізіледі. Оқу жүктемесі аптасына 1 рет сағатты құрайтын оқу пәндері бөлімі бойынша бір бөлім бойынша жиынтық бағалау жұмысы жүргізіледі. Ал 11-ші сыныпта оқу пәндері бойынша бақылау жұмыстары жүргізіледі. Оның өткізілу мерзімі, яғни бір жыл өткізу мерзімі оқу жүктемесі аптасына 2 рет болатын және одан артық сағатты құрайтын оқу пәндері бойынша 4-ші және 11-ші мамыр аралығы болса, оқу жүктемесі аптасына 1 сағат құрайтын оқу пәндері бойынша 11-ші және 15-ші мамыр аралығын құрайды. Яғни біздің информатика пәніміз қазір қашықтан оқыту кезінде 11-ші және 15-ші мамыр аралығында 5-ші және 9-ші сыныптарға бөлім бойынша жиынтық бағалау жүргізіледі. Одан кейін 1-ші және 10-ші сыныптарда 90-дық жиынтық бағалау, ал 11-ші сыныпта бақылау жұмысын өткізу мерзімі 2020 жылғы 18-ші және 22-ші мамыр аралығында жүргізіледі. Бір күнде бөлім бойынша және 90-дық бөлім бойынша жиынтық бағалау саны бір күнде 3 жиынтық жұмыстан аспауы тиіс. Ал 1-ші және 4-ші сыныптар оқушылар арналған бөлім бойынша жиынтық бағалау және 90-дық жиынтық бағалау тапсырмалары қиын болмауы керек және 2 тапсырмадан артық берілмеуі керек. 5-ші және 10 сыныптар оқушыларына арналған бөлім бойынша жиынтық бағалау және 90-дық жиынтық бағалау тапсырмалары 5 тапсырмадан артық болмауы тиіс. Егер білім алушылар объективті себептермен жиынтық жұмысты, яғни ауырған жағдайда техникалық іркілістер және тағы басқа болған жағдайда, жаңағындай интернетке кіру мүмкіндігі немесе болмай алған жағдайда орындай алмаса дейді, жиынтық жұмыстың қорытындысын шығарғанда жиынтық бағалаудың 4-ші тоқсандағы нәтижелері ескерілуі мүмкін. 1-ші және 10-ші сынып оқушыларға арналған бөлім бойынша жиынтық бағалау, сондай-ақ 90-дық жиынтық бағалау бойынша оқу тапсырмаларын педагог жасайды. Әрбір педагог өзі жасайды. Педагог сонымен қатар үйде оқитын балаларға ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған оқу жүктемелері мен өтілген материалды ескере отырып жеке оқу тапсырмаларын әзірлейді. Бұл ретте бөлім бойынша жиынтық бағалау және 90-дық жиынтық бағалау өткізу уақыты шектелмейді. Одан кейін педагог бөлім бойынша және
тоқсандық жиынтық бағалау бойынша өткізу үшін жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды жүктеп және жиынтық бағалауды орындау үшін сынып оқушыларының кіруін қамтамасыз етеді. Бұған күнделік кезет, білім кезет, білім беру платформаларын қолдануға болады. Немесе қазіргі кезде біз информатика пәнінде Google форманы қолданып жатырмыз, классрумды қолданып жатырмыз. Одан кейін интернет болмаған жағдайда балаларды оқу тапсырмалары мен өзіндік жұмыстары санитарлық қауіпсіздік шараларын сақтай отырып, үйінде, яғни қазпошта бөлімдері арқылы жеткізіледі. Ал кері байланыстар күнделік платформасында кез келген қолжетімді байланыс құралы ретінде электрондық почта, чат, телеграм немесе тағы басқа электрондық құрылғылар арқылы комментарий түрінде немесе электрондық форматтағы рубрика түрінде кері байланыс беріледі. Одан кейін біз нені басшылыққа аламыз? Бөлім бойынша және тоқсандық жиынтық бағалау барысында оқу тапсырмалары, яғни шығармашылық сипаттағы тапсырмалар, практикалық тапсырмалар, зерттеу тапсырмалары, жобалар, эсселер және тағы басқалар, бір дұрыс жауабы бар тест тапсырмалары 3 тапсырмадан артық болмауы керек. Бірнеше дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларын 3 тапсырмадан артық болмауы керек. Сәйкестендіруге арналған тест тапсырмалары бұл да жұмыста 3 тапсырмадан артық болмауы тиіс. Қысқаша жауапты, яғни сөз немесе қысқа сөйлем түрінде жауапты есеп шығарудан және тағы басқада талап ететін сұрақтардың ашық түрлерін қолданған жөн. Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда сөйлем түріндегі жауапты есеп шығаруда және тағы басқада талап ететін сұрақтардың ашық түрлерін қолдануға болады. Бөлім және тоқсандық жиынтық бағалау өткізу барысында оқыту процесінде қатысушылардың міндеттері, яғни білім беру ұйымының басшысы мектеп жиынтық жұмыстарын жүргізу процесін басқарады және бөлім бойынша және тоқсандық жиынтық бағалауды өткізудің бірыңғай кестесін бекітеді. Білім беру ұйымдары басшыларының орынбасарлары мектеп бойынша жиынтық жұмыстарын жүргізудің бірыңғай кестесін, яғни бөлім бойынша жиынтық бағалау 30 сәуірде кешіктірілмей барлығына жеткізілді және 90 жиынтық бағалау 15 мамырдан кешіктірілмей жасалуы тиіс. Білім беру ұйымдары педагогтері үшін бөлім бойынша жиынтық бағалау және 90 жиынтық бағалау өткізу бойынша нұсқаулық жүргізеді. Міндеттері оқу тапсырмаларын әзірлеу, өткізу рәсімі, техникалық дайындық құжаттарды рәсімдеу және тағы басқа. Білім беру ұйымдарында жиынтық жұмыстарды жүргізу процесінде жалпы үйлестіру және мониторингілеуді қамтамасыз етеді. Одан кейін педагог 90 жиынтық бағалауды оқу тапсырмаларының спецификациясына сәйкес 90 жиынтық бағалауды құрастырады және оқу мақсаттарын білім алушылардың орындауына арналған бөлім бойынша жиынтық бағалауды және 90 жиынтық бағалауды педагогтың өзі әзірлеуі керек. Яғни барлығымыз білеміз, бөлім бойынша жиынтық бағалауда оқу мақсаттарына негіздей отырып тапсырма әзірлейміз. 90 жиынтық бағалауда барлығымызға түсінікті 90 тапсырмалардың спецификациясына сәйкес тапсырмаларды әзірлейтініміз. Одан кейін оқу мақсаттарын біріктіргенде нені басшылыққа алу керек? Яғни оқу мақсаттары тек өтілетін материалдар негізінде іріктеледі. Оқу мақсаттарын іріктеу кезінде санына емес, сапасына мән берген дұрыс. Оқу бағдарламасындағы шиыршық тәсіл бөлімді толық ашатын көлемді мақсаттарды іріктеуге мүмкіндік береді. Үшінші, оқу мақсаттарының мазмұнына жиынтық бағалауды өткізудің таңдап алынған тәсілдері қаншалықты сәйкес келетінін ескерген дұрыс. Тапсырмаларды құрастырған кезде басшылыққа алу керек. Яғни, әртүрлі типтегі тапсырмалар қолданылған ба? Тапсырмалар түсінікті және нақты берілген бе? Тапсырмаларды орындауға арналған уақыт дұрыс есептелген бе? Тапсырмаларды мерзімінде орындау бойынша нақты
талаптары белгіленген бе, және тапсырмаларды бағалауда объективті жүргізуге бола ма? Яғни бізде бөлім бойынша жиынтық бағалауда 20 минутқа ғана шектелсе, 90-дық жиынтық бағалау бізде 40 минутқа шектелу керек. Екеуінде де 5 тапсырмадан артық болмауы тиіс. Бұл 5 және 10 сыныптарға арналған. Енді мына жерде сіздерге экранда 5 сынып бойынша оқу бағдарламасы бойынша, яғни жобаны құру және оны ұсыну бөліміндегі оқу мақсаттары берілген. Яғни экранда көріп тұрсыздар, 6 оқу мақсаты берілген. Бізге әрбір бөлім бойынша жиынтық бағалауда біз әрбір оқу мақсатына жеке-жеке тапсырма жасамаймыз. Бұл жерде 5 тапсырма болғандықтан 6 оқу мақсатын қалай біріктіреміз? Осыған мен бір мысал келтіріп жіберсем, біреуіне ғана, мысалы, анимация құру тақырыбында бірінші алгоритм сөз түрінде ұсыну, ойын ортасындағы программалау кезеңінде нысандар анимациясы мен оқиғалардың құрылуы, және тармақталу және цикл командаларын ойын ортасындағы программалау кезеңінде қолдану. Осы 3 оқу мақсатына бір тапсырма жасауға болады. Мысал ретінде, экранға назар аударсаңыз, біріктірілген оқу мақсаты, яғни 3 мақсатты біріктірдік қой. Алгоритм сөз түрінде берілген. Аквариум анимациясын құру үшін жобаға тармақталу және цикл командаларын қолдану арқылы кейіпкерлердің скриптілерін жазыңыз. Ол үшін акула мен сары түсті балық аквариумда үнемі қозғалыста болу керек. Екінші, спрайттарда анимация енгізу керек. Шарт үшінші, егер акула сары түсті көрсе, онда балықты жеп қоюы керек. Экранда беріліп тұр, Scratch бағдарламасының интерфейсі беріліп тұр, 2 сары балық және акула беріліп тұр, фон берілген. Оқушы не істеу керек? Оқушы осы берілген тапсырма нұсқаулық бойынша тапсырманы орындау керек. Дескрипторға келетін болсақ, яғни дескриптор акуланың қозғалысын анықтайды, сары балықты қозғалысын анықтайды, басқару командасын анықтайды, цикл командасын қолданады, тармақталу командасын қолданады, сары балықтың жоқ болып кету командасын анықтайды. Осы 6 дескриптор берілген, әрбір дескриптор 1 балға негізделеді. Яғни бұл тапсырмаға 12 минут уақыт берейік дейді. Ал қарасаңыздар, мына тексеру парағына қарайық, тапсырма түсінікті және нақты берілген бе? Тапсырманы орындауға арналған уақыт дұрыс есептелген бе? Тапсырманы мерзімінде орындау бойынша нақты талаптар белгіленген бе? Және тапсырма бағалауды объективті жүргізуге бола ма? Осы бойынша сіздер чатқа пікірлеріңізді жазсаңыздар, мына 3 оқу мақсатына берілген бір тапсырманың құрылымын қарасаңыздар, оқуға чатқа жауап берсеңіздер. Тексеру парағында сұрақтарға дұрыс белгілесек, тексеру парағына егер келіссеңіздер, плюс белгішесін, ал келіспесеңіздер, минус белгішесін қоюларыңызды өтінеміз. Әріптестер, уақытты алмайық, ондаша ары қарай кете берейік. Одан кейін 9 сыныптар берілген. 9 сыныптарда бізде 8 оқу мақсаты берілген. Бізде 9 сыныптар, онда да бөлім бойынша жиынтық бағалау аламыз. Бізде анау тапсырмаларды бөлім бойынша жиынтық бағалау негізден 7 балдан 20 балға дейін құрылуы керек. Бірақ бізде 20 минут болғанмен, 20 минутқа 20 балл берсек, шамалы күрделі болып кетуі мүмкін, өйткені тапсырманы да оқиды ғой балалар. Сол себептен біз ойлап отырмыз, 10 балдан төмен қылмағанымыз дұрыс бөлім бойынша жиынтық бағалауды. 10, 15 немесе 16 балды құрайтындай. Яғни оқу мақсатына қарай, тапсырманың жеңілден күрделігі қарай, ойлаудағылардың деңгейіне қарай біз балдарды береміз уақытқа қарай. Осы жерде бізде 8 оқу мақсаты қарастырылған. Осы 8 оқу мақсатын біз қалай біріктіруге болады? Мысалы, мынау бастапқы 2
оқу мақсатын, одан кейінгі жаңа артқы фон мен ойын кейіпкерлерін деген тақырыпта берілген оқу мақсатын, екі мақсатты біріктіруімізге болады. Және кейіпкер қозғалысын программалау, пернетақтадан кейіпкерлерді басқару, осы екі оқу мақсатына бір тапсырма, және дайын сценарий бойынша ойын әзірлеу, ойынның нәтижелерін есептеу алгоритмін іске асыру бойынша бір тапсырма берсек, және дайын сценарий мен ойынның нәтижелерін есептеу алгоритмін іске асыру. Осы мына жерде 8, біреу, екеу, үшеу, 4 тапсырма беруімізге болады. Мынау соңғы екі оқу мақсаты бұл қайталанып тұр, сондықтан қайталанып тұрғаннан кейін мен бұны түрлі түспен белгілеген жоқпын. Осы 8 оқу мақсатына, 2 оқу мақсатына біріктіріп, 4 тапсырмаға жасауға болады. Келесі, бізде жаратылыстану бағыты бойынша 10 сыныптарда ақпараттық жүйелер бөлімі берілген. Бұл бөлімде бізде 11 оқу мақсаты бар. Енді 10-шы сыныптарда бөлім бойынша және 90-дық жиынтық бағалау бойынша біз жиынтық бағалау аламыз. Бөлім бойыншаға бізде 11 оқу мақсатына біз 5 тапсырма жасау шамалы күрделі болады. Өткен себебі бізде көбінесе бұл оқу мақсаттарында қолдану деңгейінде қарастырылған және білу және түсіну деңгейінде де қарастырылған. Осы жерде сіздерге айта кететін бірінші Big Data-ны пайдалануда оң және теріс әсерлерін бағалау, және деректер қоры, одан кейін бір кестелі деректер қорын құру, одан кейін деректерді енгізуге арналған форма жасау, алынған мәліметтерді қолдана отырып есептер жасау. Осы 3 оқу мақсаты 90-дық бөлім бойынша жиынтық бағалауда қарастырылмаған. Біз бөлім бойынша бөлім бойынша жиынтық бағалауда осы 4 оқу мақсатына 4 тапсырма берсек болады. Ал қалған 7 оқу мақсатын біз 90-дық жиынтық бағалауда қарастыруымызға болады. Енді келетін нарықта қоғамдық гуманитарлық бағыты бойынша 3 оқу мақсаты бар. Бізде осы 3 оқу мақсатына тапсырмалары 4 немесе 5, 3 тапсырма жасауға ол ондай қиындық туғызбайды. Бөлім бойынша үшеуінде қарастыруға болады. Ал 90-дық жиынтық бағалаудың спецификациясына келетін болсақ, 10-шы сыныпта жаңа айттық қой біз. 40 минутқа негізделген және балл саны 25 болу керек. Ол нақты белгіленген 25 балл, 25 баллдан артық немесе кем жасамауымыз керек. Бірақ бізде спецификацияда 10 тапсырма деп берілген. Бізге қазір 135-ші бұйрық бойынша 5 тапсырмадан артық болмауы тиіс. Сол себептен мына жерде реляциялық деректер қоры ұғымын түсіну және өріш жазба индекс терминдердің анықтамасын құрастыру деген 2 оқу мақсатын біріктіре отырып, білу және түсіну деңгейінде бір тапсырма құрастыруға болады. Яғни құрылымдалған тапсырма. Ал одан кейін деректер қорында бірінші кілтті анықтау, бұған өзіне бір тапсырма беруімізге болады, білу және түсіну деңгейінде, және деректер қоры жолдарында мәліметтер типін анықтау, және көп кестелі деректер қорын құру дегенге осы 2 оқу мақсатын біріктіре отырып, құрылымдалған бір тапсырма беруімізге болады. Шығарып алынған деректерді қолданып, сұраныстарды құруға бір тапсырма, яғни 1, 2, 3, 4 тапсырма кетті қолдану деңгейінде, және веб-беттердің деректер базасымен байланысын орнату. Осының өзіне бір тапсырма берсек, яғни 5 тапсырма арқылы біз 25 баллды құрауымыз керек. Енді тапсырмалар саны мына жерде 10 болып тұр. Сіз мына жерге екеуіне 1, мына жерге 1 деп қоясыз, мына жерге 1, 1 деп қоясыз. Енді реттілігін өздеріңіз анықтайсыз тапсырманың. Мына жерде тапсырма түрлерін сіздер өзгертуіңізге болады. Толық жауапты қажет ететін, қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларды өзгертуіңізге болады сіздің тапсырманы жасауыңыз бойынша. Одан кейінгі кесте мына жер минут, яғни берілген минут тапсырма, әрбір тапсырманы орындауға берілген уақытты да сіз өзгерте аласыз. Бірақ барлығын қосқан кезде 40 минуттан аспауы немесе 40 минуттан кем болмауы тиіс. Одан кейін әрбір тапсырмаға берілген балды сіз өзіңіз анықтай аласыз. Ал
жалпы сумасы 25 баллдан кем немесе артық болмауы тиіс. Гуманитарлық қоғамдық гуманитарлық бағыттағы сыныптарда да бұл жерде 3 тапсырма берілген. Ол яғни мына жерде о 3 мақсат берілген, бірақ 10 тапсырма деп тұр. Бұл жерде сіз 10 тапсырма емес, мына жерге 1, 2, 3 деп тапсырма қойып, тапсырма саны бірінші, екінші, үшінші десе, қысқа жауапты, толық жауапты қажет ететін тапсырманы өзіңіз қоясыз. Бұл да жаңағыдай уақытын және балдар санын өзіңіз қоюыңызға болады. Реттеп, бұл тапсырманың орындалу әрекетіне байланысты және 40 минуттан кем не аспауы тиіс, 25 балдан кем немесе аспауы тиіс. Нақты 25 балл болуы керек. Енді біз бағалауға арналған тапсырмаларды әзірлеуде қарасақ, мына кестені, яғни кестеде күрделілік деңгейінің өсуіне сәйкес танымдық үдерістің мазмұны көрсетілген. Яғни кесте күтілетін нәтижені оқу мақсаттарына сәйкес қалай жоспарлауға және соған сәйкес бағалауды қалай жүргізуге болатынын көрсетеді. Оқу мақсаттары мен бағалау түрлері Блум таксономиясының бірнеше деңгейін қамтуы мүмкін. Бұл оқу мақсаттарының бірнеше танымдық деңгейге қатысты болуымен байланысты және бағалау үдерісі де осыған сәйкес жүреді. Сонымен қатар, мына жерде бізде Блум таксономиясы бойынша берілген, қарап отырсаңыздар, бізде ойлау дағдыларының деңгейі 3-ке бөлінеді: білу және түсіну, қолдану және жоғары деңгей. Жоғары деңгейде талдау, жинақтау, бағалау, осы үшеуі жоғары деңгей, ойлау дағдыларының жоғары деңгейіне жатады. Яғни бағалау критерийлерін ойлау дағдыларының деңгейімен сәйкестендіру үшін Блум таксономиясын қолдануға болады. Осыны сіздер басшылыққа алуларыңызға болады, суретке түсіріп алсаңыздар да болады. Келесі, тапсырмаларды әзірлеу барысында неге назар аудару керек? Бірінші, жоспарлау, яғни бағалауға арналған тапсырманы әзірлеу мақсаты мен міндеттерін айқындау, қажетті құжаттарды анықтау керек. Екінші, құрастыру, яғни оқу бағдарламасын, спецификацияны қолдану, бағалау критерийлерін белгілеу, тапсырмаларды құрастыру. Үшінші, сараптама жасау, яғни тапсырманың сапасын талдау, материалды қайта қарау, өзгерту енгізу. Төртінші, қолдану, яғни тапсырманы берілген уақыт пен жағдайға сәйкес қолдану. Соңғы, бесінші, талдау, нәтижеге шолу жасау, кері байланысты ескеру, өзгерту енгізу. Бұл жаңағыдай тапсырманы әзірлеу барысындағы сіздің назарға аударатыныңыз. Енді тапсырма түрлеріне келетін болсақ, ашық тапсырма және жабық тапсырма болып бөлінеді. Жабық тапсырмалар ойлау дағдыларының төменгі деңгейі, яғни білу және түсіну деңгейлерінде қолданылса, ашық тапсырмалар қолдану және ойлау дағдыларының жоғарғы деңгейінде қолданылады екен. Мына жерде жабық тапсырмалар түрлері: бір дұрыс жауап бар таңдайтын және бірнеше дұрыс жауапты таңдайтын, сәйкесті анықтауға берілетін, дұрыс реттілікті анықтауға берілген. Одан кейін код таңдау, одан кейін реттілікті тану, шындық және жалған тапсырмаларын құрастыруға болады. Одан кейін ашық тапсырмаларға қысқа жауапты қажет ететін, толық жауапты қажет ететін тапсырмалар, эсселер, презентациялар, яғни таныстырылымдар жатады екен. Енді біз жабық тапсырмаларға келетін болсақ, мына жерде көп таңдауы бар тапсырмаларда мұндай тапсырмалар екі компоненттен тұрады екен: тапсырманың мәтіні және жауап нұсқалары. Мұндағы дұрыс жауап тапсырманың кілтіде, ал дұрыс емес жауаптар дистракторы болып саналады екен. Дистракты дегеніміз дұрыс емес жауаптар. Дұрыс емес жауаптар сіздің берген тапсырмаңыздағы дұрыс жауапқа негізделіп жасалады, бірақ дұрыс емес жауап болу керек. Тапсырманың берілген мазмұнынан ауытқымауы тиіс. Тапсырманың мәтіні барынша қысқа болуы және сұрақтың мазмұны ашық көрсетілуі тиіс. Тапсырманың сауатты құрастырылуы өте маңызды. Тапсырма мәтіннің күрделі түрде берілуі тапсырманы түсінуді қиындатады. Тапсырма орфографиялық және грамматикалық ережелерді сақтай отырып құрастырылуы тиіс. 2-ден 5-ке дейін жауап
нұсқаларын қолдану ұсынылады. Дистракторлар өтілген материалға сәйкес болуы және шындыққа жанасымды, бірақ дұрыс емес жауап болуы тиіс. Енді одан кейін тапсырма кілті мен дистракторды құрастыру кезде нені ескеруі керек? Соған баса назар аударайық. Тапсырманың кілтінде тікелей оқулықтан алынған үзінділерді қолданбаған жөн. Әсіресе егер дистракторлар соған ерекше қатысты болады. Мысалы, копировать етіп берілген жаңағындай сөйлемді алып тапсырмаға қоюға болмайды. Өйткені бала ұзақ болса сөйлем, осы жауап дұрыс екен деп қалуы мүмкін. Алынған тапсырмада кездескен сұрақтарды дұрыс жауап кілт ретінде қолданудың қажеті жоқ. Ол тапсырманы орындауды жеңілдету немесе қиындатуы мүмкін. Тапсырманың кілті дистракторлардан ерекшеленіп белгіленуі дұрыс. Өте қысқа немесе ұзақ болмауы дұрыс, берілмегені дұрыс. Себебі өте қысқа немесе ұзақ болмауы, жеңіл немесе күрделі түрде болса, бала бірден білуі мүмкін, мынау екен деп қалуы мүмкін. Өйткені сіз бір сөйлеміңіз именно ішінде ұзақ немесе қысқа болса, осы жауап деп қалуы мүмкін. Яғни әрбір берілген пунктіңіз сіздің дистрактор және дұрыс жауап бергендегі бәрі біркелкі болуы керек. Кілт және дистракторды әрқашан, кейде ешқашан жоғарыда аталғандардың барлығы деген сөз тіркестерінің болмағаны ескерген жөн. Дистракторлардың жартылай дұрыс болуын, яғни қарастырылған жағдайда дистракторлардың әртүрлі мағыналы болуын екі-үштілігін болдырмау қажет. Енді келесі тұжырымдаманың шындық жалған екенін анықтау тапсырмасы. Бұнда шындық жалған тапсырмасы бұл тұжырым түрінде берілетін жабық тапсырма. Оқушылар берілген тұжырымның ақиқат немесе жалған екенін анықтауы қажет. Тапсырма әзірлеушілерге, яғни мұғалімдерге мұндай тапсырмаларды құрастыру оңай және тез болады. Сондай-ақ тексеру мұғалімнің пайымдауына байланысты болып, тапсырмаларға ашық тапсырма қарағанда мұндай тапсырма барынша объективті, қойылған балл көбіне сенімді болады. Шындық жалған тапсырмаларын құрастыруға қатысты ұсыныстарға келетін болсақ, тұжырым немесе сұрақты құрастыру тілі барынша қарапайым және оқушыға түсінікті болуы қажет. Сөйлем барынша аз сөз қолданыңыз. Оқушылардың назарын олардың қалай жауап беретініне назар аударыңыз. Мысалы, тек иә немесе жоқ емес, шындық немесе жалған, ш немесе ж деп беруіңізге де болады, жалған шындықты. Т немесе F, яғни true false деген сөз, ақиқат жалған, немесе плюс, минус деп те қолдануыңызға болады. Жауабында қандай да бір заңдылық байқалмау үшін шынайы және жалған тұжырымдарды кездейсоқ ретпен орналастырыңыз. Сұрақты оның қате жауабы оқушыларды қызықтыратындай немесе дұрыс сияқты көрінетін етіп құрастырғаныңыз жөн. Тұжырымды барынша қарапайым түрде беріңіз. Мұндай сөздерден аулақ болыңыз. Бәрі, әрқашан, әрбір, ешқашан, ешкім, көпшілігі, көбіне, жиі, сирек, бірнеше деген сөздерді ешқашан қолданбаңыз. Келесі, таныс емес лексиканы қолдануға болмайды. Өйткені бала таныспаған лексикалық сөздерді сізден қайтадан сұрауы мүмкін, мынау не деген мағынаны білдіреді деп. Одан кейін салыстыру және сәйкестендіру тапсырмасына келетін болсақ, терминдерді сәйкестендіру түрлеріне мысалдар келетін болсақ, терминдерді олардың анықтамасымен сәйкестендіру, бір-бірімен байланысты фразаларды сәйкестендіру, себебі мен салдарын сәйкестендіру, өлшем бірлікті басқа өлшем бірлігімен сәйкестендіру, есепті оның шешімімен жауабымен сәйкестендіруге болады. Ал салыстыру және сәйкестендіру тапсырмаларын құрастыруға арналған ұсыныстарға келетін болсақ, оқуға кететін уақытты азайту үшін жауаптар мен сұрақтар тізімінде мүмкіндігінше тек қысқа фразаларды немесе жеке сөздерді қолданғаныңыз дұрыс. Бірінші бағанға жан-жақты сипаттамамен берілген сөздерді, ал екінші бағанға неғұрлым қысқа және қарапайым жауаптарды қолданыңыз. Жауаптар тізімін мүмкіндігінше белгілі бір жүйемен реттеп орналастырыңыз. Яғни хронологиялық тәртіпте, әліпби бойынша, кему өсу реті бойынша орналастырғаныңыз дұрыс. Тапсырманың мағыналы бір дұрыс жауабы болатындай етіп құрастырған жөн. Сәйкестендіру тапсырмасына барлығына ортақ ақпаратқа негізделген сұрақтарды қолданыңыз. Дұрыс жауапқа меңзейтін грамматикалық немесе басқа да белгілерді қолданудан аулақ болыңыз.
бірінші бағанда жан-жақты сипаттама берген сөздерді, ал екінші бағанға неғұрлым қысқаша және қарапайым жауаптарды қолданыңыз. Салыстыру және сәйкестендіру тапсырмасы жаңа айтып кеттік, барлығын түсінікті шығар. Енді сіздерге реттілікті анықтау, яғни сіз тапсырманы берген кезде реттілігін ауыстырып қойсаңыз, тапсырманың оқушыларға реттілікті анықтаңыз. Мысалы, 3 команда беріп қойсаңыз, бірінен кейін бірі орындалатын. Соның орындарын ауыстырып қойсаңыз, оқушыға сіз нұсқаулықта бересіз, тапсырманың командасын дұрыс реттілігін анықтау деп. Енді жабық тапсырмаларға сараптама жасасаңыз, яғни тапсырма оны мақсатына, бағалау критерийлеріне, көрсетілген ойлау дағдыларының деңгейлеріне сәйкес келе ме? Сұрақтың немесе тапсырманың берілуі түсініктеме? Тапсырманың берілуіне түсінік беретін тұстары жоқ па? Тапсырманың күрделілік деңгейі жеткілікті ме? Суреттер, диаграммалар, сызбалар және тағы басқа анық көрсетіліп тұр ме? Грамматикалық және орфографиялық қателер жоқ па? Соған назар аударуыңыз керек. Балл кестесі мен дескрипторлар тапсырмаға сәйкес келе ме? Жауап нұсқаларының ішінде дұрыс жауап бар ма? Дистракторлар дұрыс құрастырылған ба? Жауап нұсқалар логикалық реттілікпен орналастырған ба? Яғни осы сұрақтар сіздің тапсырманы жасау кезінде, жабық тапсырманы басшылық қалып, осы сұрақтарға жауап беретіндей болуыңыз керек. Ашық тапсырмалар, яғни қысқа жауапты және толық жауапты қажет ететін тапсырма болып екіге бөлінеді екен. Қысқа жауапқа, яғни бос орынды толтыру, қысқа шешім, сұраққа жауап, санамалау, ал толық жауапты қажет ететін тапсырмаларға эссе, толық шешім, жобалау, таныстырылымдар жатады екен. Яғни ашық тапсырмалар кезінде, құрастыру кезінде оқушылардың қате жіберілуіне мүмкіндік болмайтындар күрделі немесе шашыраңқы тұжырымдардан аулақ болыңыз. Сондай-ақ мәтін тілін шектен жеңілдетуге де болмайды. Бұл тапсырманың күрделілік деңгейінде білінуі мүмкін. Оқушылардың жағымсыз әрекетін туындататын тұжырымдардан аулақ болыңыз. Қажет болған жағдайда жауапты шектеуді қолданыңыз. Және тапсырма мазмұны оқушыда мазасыздық және күйзелуді тудырмауы қажет. Тақырыптарды таңдау кезінде мынадай тақырыптарды таңдамағаныңыз дұрыс. Яғни отбасылық қиын жағдайларына байланысты, әлеуметтік және діни мәселелер, табиғи және техногендік өзгерістер, соғыс және терроризм, нашақорлық, ауру және тағы басқа осыған байланысты тақырыптарды қолданбауыңыз керек. Мына жерде қарайтын болсақ, қысқа жауапты қажет ететін тапсырма дейді. Айнымалылардың түсінікті сипаттамаларын қамтамасыз ететін және нәтижені сипаттайтын бағдарлама кодының қатарын, атауын және типін көрсетіңіз дейді. Мына жерде тапсырма дұрыс құрастырылмаған, себебі атауы берілген типі түсінікті сипатталуын қамтамасыз ететін бағдарламалық код. Ешқандай нәрсе атауы тип беріліп тұрған жоқ. Сондықтан бұл тапсырма түсініксіз. Не қысқа жауапты қажет ететін тапсырма? Мына жерде бізде жүйелік болып берілген, сурет бойынша анықтаңыз дейді. Құрылғы атауын дейді. Қай құрылғыны атап тұрған сізге айтып тұрған жоқ. Ол сыртқы ма, ішкі құрылғы ма, және жадының түрлерін айтып тұр ма, ол белгісіз болып тұр. Құрылғының негізгі атқаратын қызметі қандай дейді. Яғни қай құрылғының қызметі екенін біз сізде тапсырмада анық көрініп тұрған жоқ. Толық жауапты тапсырма қажет ететін тапсырмада мына жақта мысал келтіріп тұр. Метеорологиялық орталық ауаның ылғалдылығын қадағалайды. Бір реттік өлшем ең аз болатын биттер санымен жазылады дейді. Және ол 0-ден 100%-ға дейінгі бүтін сандар болады дейді. Орталық өлшем жасайды. Бақылау нәтижесінде алынған ақпарат көлемін анықтаңыз дейді. Сізге берілген ақпарат түсінікті ме? Әрине түсініксіз. Балаға осындай ақпарат берсек, бала түсінбей тапсырманы қалай жасарын білмейді. Енді осындай айта берсек, тапсырмалары көп. Бізде мына жерге келетін болсақ, ашық тапсырмаларға сараптама жасау кезінде тапсырма оқу мақсатына, бағалау критерийлеріне, ойлау дағдыларының деңгейіне сәйкес келіп тұрмау назар аудару керек. Сұрақтың немесе тапсырманың берілуі түсінікті ме? Тапсырманың берілуінде жауабына меңзейтін тұстары жоқ па, соған баса назар аудару керек. Тапсырмалардың күрделілік деңгейі жеткілікті ме? Суреттер, диаграммалар, сызбалар анық па? Грамматикалық және орфографиялық қателер жоқ па? Тапсырмаларды орындауда уақыт жеткілікті ме? Және сұрақтың немесе тапсырмалардың
берілуінде оқушылардың жауаптарын шектеу ескерілген бе? Осыған назар аудару керек екен. Бағалауға арналған тапсырмаларды әзірлеу кезінде назар аудару керек, яғни оқушылардың сыныпта меңгерілген материалды бағалаңыз, одан кейін оқушыларға берілген дерек көздері арқылы дұрыс жауабы бар бір немесе екі тапсырма құрастыруды сұраңыз. Жұмысты орындауға қанша уақыт қажет ететінін анықтау үшін төмендегі ақпараттарды қолданыңыз. Яғни шындықты анықтауға тапсырмалар үшін анықтауға берілетін 30 секундқа негізделу керек. Көп таңдау бар тапсырма үшін 60 секунд қана уақыт беру керек. Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар үшін 120 секунд, яғни 2 минут уақыт беру керек. Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларға эсселерге 10-15 минут, ал жұмысқа шолу жасау үшін 5 минуттан 10 минутқа дейін уақыт беру керек екен. Оқушылардың кем дегенде 50%-дан 70%-ға дейінгі пайызы жауап бере алатындай немесе орташа күрделілігі бар тақырыптық таңдағаныңыз жөн. Сенімділік тұрғысынан алғанда барынша ұзақ уақыт әзірленген тест сенімді деп есептеледі екен. Есіңізде болсын, оқулықтағы көптеген тест тапсырмаларының жоғарғы деңгейде дағдыларын бағалауды өте сирек кездеседі екен. Енді мына жерге келетін болсақ, тағы тапсырма құрастыру кезінде мұғалім не ойлау керек? Бірінші, бағалау критерийлері оқу мақсатына сәйкес келе ме? Тапсырма бағалау критерийлеріне, ойлау дағдыларының деңгейлеріне сәйкес келе ме? Тапсырманың құрастырылуы түсінікті ме? Тапсырма жас ерекшелігіне сәйкес келіп тұр ма? Дескрипторлар, бал қою кестері тапсырмаға сәйкес келіп тұр ма? Осыған баса назар аудару керек. Бөлім бойынша жиынтық бағалауда дейді, максималды балды өткізу формасын және орындау уақытын мұғалім өзі анықтайды. Бағана айтып кеттік. Орындау уақытында меңгерілген материалдың күрделілік деңгейін, көлемін шектеуді есепке алу қажет. Балдарды ұлғайту немесе кеміту тапсырмалардың күрделілік деңгейі мен санына әсер етпейді. Жиынтық бағалауды құрастыру кезінде жұмыстың максималды балы 10, яғни бұл бөлім бойынша да айтылып тұр, 10 балдан кем болмауы дұрыс. Бөлімнің мазмұны күрделі болған сайын бөлім бойынша жиынтық бағалаудың максималды балы жоғары болады екен. Және бөлім бойынша жиынтық тапсырмаларын құрастыру кезінде оқушының оқылатын бөлімнің барлық материалды оқытылған бөлімнің барлық материалды қамтылуы міндетті емес. Біз оқу мақсатымен жұмыс жасаймыз. Енді бағана біз дескрипторды айтып кетіп жатырмыз. Енді біз өзімнің тәжірибемде қолданған 6 сыныпқа арналған бөлім бойынша жиынтық бағалауды көрсетіп жіберсем, сіздерге мынау жерде вебинарда соңындағы сайтта сұрақтарыңыз болса чатқа жазып отырыңыздар. Вебинардың жазбасы міндетті түрде осы педагогикалық шеберлік орталығының әлеуметтік арнасында, әдістемелік арнасында жарияланады. Экран көрсетілмей жатыр. Шықпайтын болсын. Экран көрсетілмей. Мен мына жерде 6 сынып бойынша бөлім бойынша жиынтық бағалауды көрсетіп жүрген, яғни Google формада жасалынған. Қарасаңыздар, мына жерде сыныпты балалар өздері оқушылар таңдайды. Қай сыныптың оқушысы екен және аты жөнін құрастырады және құжат бетіне кепілсілтеме құру ретін жазыңыз дейді. Яғни бұл жерде мен 2 балға негіздеп жасадым. Міндетті түрде толтыру керек балалар өздері. Одан кейін кепілсілтеменің неше түрі бар дейді. Бұл жерге 1 балды негіздедім. Одан кейін мазмұн тобының элементтерін анықтаңыз, залауша белгісін қойыңыз дейді. Яғни балалар осы бойынша қайсысы дұрыс мазмұн тобының элементі болып табылатынына, 4-еуінің қайсысы дұрыс екенін, яғни мына жерде
2 балға негіздеп жасадым. Қайсысына сәйкес келетін бала өзі дұрысын таңдайды. Одан кейін мына жерде сәйкестендіру, яғни атаулар мен командалық қызметінің арасында сәйкестіктер табыңыз дейді. Мына жер экранда негізі көрсетіліп тұрады, анық маяқта. Просмотрға көрсеңіздер. Бұл жерде 4 балға негізделіп жасалынған тапсырма мына жерде. Қайсысымен сәйкес келеді, бала өзі дұрыс жауапты белгілеу арқылы белгілейді. Одан кейінгі тапсырма, 5-ші тапсырма, Самат жағдаят берілген, яғни Саматқа мұғалім менің алғашқы бағдарлама атты тақырыбына баяндама жасап келуді тапсырды. Ол интернет желісінің қажетті ақпаратты тауып алып, кейбір бөлімдеріне өз баяндамасын қосты. Бірақ Самат өз баяндамасын ақпарат алған сайттың адресін көрсеткен жоқ. Сұрақ: Саматтың жасаған әрекеті дұрыс па дейді. Мына жауабын бала жазады. Бұл 2 балға негізделген. Ал одан кейін құрылымдалған тапсырма бұл. Осыған байланысты Самат өзінің жобалық жұмысының соңына мына жерге белгісі беріп тұрса деген мақсат белгісін қойды. Яғни бұл белгі не үшін қолданылатынын анықтаңыз. Бала бұл белгінің атқаратын қызметін не үшін қолданатынын жазады. Бұл 1 балға негізделген. Осы тапсырманы жасап болғаннан кейін отправить батырмасын басады. Ол маған келіп тұрады. Енді бұл жерде тағы да айта кететін нәрсе, оқу мақсаттары мен бағалау критерийлерін және жасалынған дискрипторлар бұл жерде берілмеген. Сіз 10 минут бұрын WhatsApp-қа оқушыларға суретке түсіріп жіберсеңіз болады. Яғни сол 10 минутта балалар қарап отырады, қандай тапсырмалар берілетін және не қарастырылған. Содан кейін барып уақыт белгіленген кезде сіз тапсырманы классрумға жүктейсіз. Жүктегеннен кейін балалар жауап береді. 20 минутқа негізделіп жасалынған тапсырма. Енді осы жерде мен осының жауабын қалай көруіме болады. Мына жерде ответы деген бар. Осы ответы арқылы мен қарайын. Осы жерде 20 оқушы жауап берген екен. Мына жерде мен создать таблицуды басу арқылы маған қазір неге келеді? Қарасаңыздар, кесте түрінде оқушылардың берген жауабы. Міне жауап берген. Осы арқылы мен оқушыларға балды көрсетпейтіндей етіп қойдым. Себебі кейбір тапсырмада біз өзіміз оқушы толық жауапты қажет ететін тапсырмалар жасады ғой. Сол себептен әр оқушының тапсырмасы жазған жауабы әртүрлі болғандықтан соны тексеріп барып болғаннан кейін оқушыға Google Classroom арқылы кері байланысқа береміз. Одан кейін осы жерде көріп тұрсыздар, сіздерге барлық қай класспен оқушы және қалай жауап берілгені барлығын осылай көруіңізге болады. Мына жерде мен настройканың ішінде электронный почта дегенде жердегі галочканы алып тастадым. Мына жерде тек 1 рет қана орындайды оқушы, екінші қайтара орындалмайды. Мына жердегі бағана айттым ғой, ответін өзгерте алмайды оқушылар және өзінің балын жауабын көрсете алмайтынды қылып мен алып тастадым галочкалерді. Одан кейін мына жерде қарасаңыздар, перемешивать, яғни сұрақтарды алмастыру дегенді қойған жоқпын. Ол өйткені қажет емес, бізге реттілік қажет. Тапсырманы орындап болғаннан кейін экранда оқушыға сіз тапсырманы сәтті аяқтадыңыз деп шығады. Және тестті қарасаңыздар, тест түрінде дегенге включить етіп қоямыз. Яғни одан кейін показать оценку дейді. Сразу дейді. Яғни сіз форманы маған жібергеннен кейін бірден балын көре алмайтынды эндай қылып қойды. Өйткені бұл жерде галочка қойған жоқпын. Маған қолмен тексергеннен кейін барып оған, жаңа айттым, кері байланыс ретінде барып оған оқушыға бал көрінетін қылып жасап қойдым. Мына жақта балдардың жауаптары, қайсы дұрыс емес, қайсы дұрыс, оның барлығын алып тастаймын, сөйтіп сохранить еттім. Енді бұл классрумда оқушы тіркелмеген жағдайда, интернеті жоқ болған жағдайда сіз не істейсіз? Қазір бәрі WhatsApp-пен отыр ғой. Сол себептен мына жерде отправить деген батырманы басып, мына көріп тұрсыздар ғой, мына сілтеменің белгісі, осыдан басып, сілтеменің ссылка деген, яғни осы жерде сілтеме берілді. Ұзақ болып тұр, сіз бұл жерде короткий деп алып, сіз копировать етіп, оқушының WhatsApp-ына осы сілтемені жіберсеңіз, оқушы автомат түрде осы сілтемені ашқан кезде тапсырманы
көріп орындап жібере алады сізге. Яғни ешқандай платформаның қажеті жоқ. Ал бұл жерде платформаның қажет классрумда сіз кім орындады, кім орындамады ана бірден көрініп тұру үшін бізге қажет. Мына жерде көріп тұрсыздар, сізге бұл өзімнің жаңағындай сыныптарымда қолданып жүрген тәжірибемен сіздермен бөлісіп жатырмын. Мына жерге 6-шы Г классына мысалы мен қоятын болсам, заданиеге барып, мына жерге жаңағындай тақырып қойып қойдым, 490 БЖБ деп, осының ішіне создать деп басам, заданиеге барамын да, заданиеге барып, добавить деймін, сосын Google дискке барамын да, жаңа мен сіздерге айттым ғой, 90-дық міне, 90-дық мынау емес, бұл менің жауаптарым. Мынаны 6-шы 490 форманы жіберем. Google форманы таңдап аламын да, добавить деймін. Келді, я? Мына жерде БЖБ тапсырмалары деп қояйын. Сөйтемін де, мына жерде теманы жаңа біз арнап қойдық. 12 балға негізделген дедім, және барлық оқушылар мына жерде бізде белгіленіп тұр. Барлық оқушыға жіберілу керек, менің классымдағы создание задания, яғни заданиені жіберемін. Ойбай, бал қойып кестесі 12 деп қояйын. Кетті. Оқушыларға уже менің ақпаратым кетті. Мына қарайын. Мына жерде қарасаңыздар, 20 оқушы. Ешқандай оқушы әлі берген жоқ. Егер жауап берсе, мына жақта жауап берген оқушылардың саны және фамилиясы, аты шығып тұрады. Және жауап бермеген оқушының саны және аты, фамилиясы шығып тұрады. Әріптестер, сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, қазір чатқа жазыңыздар. Және де бүгінгі семинар, вебинар бойынша мына жерде көрсетілген сілтеме арқылы, болмаса мына QR код, ұялы телефондарыңыз арқылы, QR код арқылы сіздердің бүгінгі вебинарға қатысты пікірлеріңізді, сұрақтарыңыз бен ұсыныстарыңызды қалдырсаңыздар болады. Мына жерге 5-6 сыныптарға бөлім бойынша жиынтық бағалау неше тапсырмадан аспауы керек, қажет деді. Бағана айтылды ғой, 135-ші бұйрық бойынша 5 тапсырмадан артық болмауы керек. Және біз айттық, 7 балдан 20 балға дейін жасауға болады. 20 минут бергеннен кейін 20 балға шамалы күрделі болады. 10 балдан кем емес, бір 10, 12, 13 балға негізделген тапсырма 5 тапсырмадан артық болмауы керек. Әріптестер, сіздердің сұрауларыңыз бойынша слайдтарды сұрап жатсыздар. Сол слайдтардың қазір сілтемесі осы чатқа салынады. Біз Қазақстан бойынша информатиктер WhatsApp-тар группасы бар ма еді. Оны сіз Telegram каналынан, немесе Facebook парақшаларынан, WhatsApp чаттарынан іздеп көруіңізге болады. Бар. Біз бұнымен айналыспаймыз. Жеке өзіңіз Telegramнан, Facebook парақшаларынан жазсаңыз шығады. Бақытжан деген әріптесіміз жазған екен. Орыс тіліне вебинар өткізсеңіздер. Бізде қазір шығып жатыр. Орыс тіліндегі вебинарлар өткізілсе деген ұсыныс түсіп жатыр. Жақсы. Информатиктер бойынша. Бақытжан, сіздің ойыңыз өте орынды, бірақ біздегі техникалық жағдай барлығы дұрыс деп ойлаймын. Себебі басқа әріптестердің барлығы көрініп, естіліп тұрған секілді. Мүмкін сіздің интернет жылдамдығыңыздың және интернеттің өткізу қарқынына байланысты болу керек, сіздегі кездесіп жатқан кедергілер. Әріптестер, бізде аз ғана уақыт қалды, 8 ғана минут уақытымыз қалды. Сұрақтарыңыз болса. Почтам жіберейін бе? Почта болды. Қазір мен ссылкасын жіберем, бірден скачивание.
Әріптестер, қазір Padlet бағдарламасына өтсеңіздер, мына жерде QR код арқылы сол жаққа өзіңіздің ұсыныстарыңызды, пікірлеріңізді, жалпы кері байланыстарыңызды қалдыруды сұраймыз. Келесі жолы Гаухар ханым сіздің сұранысыңыз бойынша да жұмыстар атқаратын боламыз деп ойлаймын. Әріптестер, мұны біздің жалпы осы бүгінгі вебинарда қолданылған материалдарымыздың барлығы сіздерге ашық доступқа салынды. Слайдтарды жүктеп алсаңыздар болады. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Жаңагүл, бүгінгі өзіңіздің керемет тәжірибеңізбен бөліскеніңіз үшін рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.